Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда біз осындай көкшіл матадан пердені тігетін боламыз. Міне менде матовый велюр. Қазір осының шетіндегі кройларын қырқып алып тастаймын. Бізге және осындай шашақ керек болады. Мен осындай ақ пен көк араласқанды таңдадым, өйткені ішкі тюліміз ақ түсті болады. Бірінші шашағын тігіп аламыз. Ол үшін пердені теріс бетіне қойып, үстінен бір шашақтың тігісін жүргізіп аламыз. Енді оң қаратамыз пердені, сөйтіп шашағымызды қайырып, тағы да бір тігіс жүргіземіз. Егер менің каналымдағы видеолар қызықты болса, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз комментарийға жазып кетулеріңізді сұраймын. Енді екінші бөлігін тігеміз. Перденің екінші жанын тігеміз. Міне мен қазір булавкамен қыстырып тігіп көрсетіп жатырмын. Сіздер де дәл солай қайталаңыз. Енді астыңғы бөлігін тігеміз. Оны да дәл солай міне закрепка жіберіп алдым. 2,5 сантиметр қайырып. Міне булавка тікпей тіксеңіз, егер тартып тырысып қалмау үшін міне артқы жағынан материалыңызды тартып отырыңыз ақырын. Сол кезде материалыңыз тырыспайтын болады. Енді міне тігісіміз тігіліп шықты. Енді жоғарғы бөлігін тігеміз. Мен міне лентаны қойдым. Енді қайыруға 13 сантиметр жібердім. Артығын міне төбе жағынан 2 сантиметрді қалдырдым. Өйткені бізде потолочный карниз. Сол карнизіміз көрінбей тұру үшін мен 2 сантиметрді артық тігіске қалдырдым. Міне осылай есептеп отырып тігіңіз, өйткені әртүрлі болып қалуы мүмкін. Әр жерден высотасы дұрыс шықпай қалады. Сондықтан міне әр 15-20 сантиметр жүрген сайын өлшеп отырыңыз. Міне осылай толығынан тігіп болдым. Енді артығын қырқып алып тастаймын. Осы жерін қайырамыз. Міне өлшеп аламыз. Қайырып, енді закрепка жібердім. Екінші тігісінде лентаны дәл солай тігіп шығасыз. Міне готово. Пердеміз дайын. Осылай перде тігуді үйренгіңіз келсе, менің каналыма жазылып, қызықты видеоларды жіберіп алмаңыз. Сіздермен болған Меруерт, қош сау болыңыз.